Сәлем баршаңызға, ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі менің видеоблогым Дакентиға, яғни Дамир Бейсенбаевқа арналады. Бұл кім? Вайнер, блогер. Блогерлердің арасында өзінің ерекше орны бар адам деп ойлаймын. Бұл менің жай ғана өз ойым. Ал Дакенти қалай танымал болды? Ол ағасы Елдос Колобоктың арқасында танымал болды. Бұл менің бірінші нақты ойым деп ойлаймын. Елдос Колобок жайдарманшылардың арасында ең көп оқырманы бар адам. Елдос Колобок ағамыздың арқасында ғана емес, ол өзі қаншама клип түсірді, вайн түсірді, тіпті қаншама проектілерге барды, қаншама проектілерде ойнады, сол жақта жүрді, кино саласында да көрді, тіпті TikTok, вайн да түсірді. Мен қысқаша ақпарат беріп өтейін. Дакенти ағамыз 1997 жылғы немесе 1996-98 осы 3 жылдың аралығында бұл Таразда дүниеге келген. Дакенти Таразда дүниеге келген, яғни Жамбыл облысында дүниеге келген екен. Қазіргі блогерлердің ішіндегі өзінің ең ерекше орны бар блогер. Назарларыңызға көп рахмет, құрметті достар.